Ой, мама хабарласып жіберейін. Алло, қалайсыз, мам? Менде барлығы жақсы. Я кеше келісіп едік қой, сайфа жолға шықтыңыз ба? О, тамаша. Мен тамақтардың барлығын әзірлеп қоямын. Кешке келсеңші, я, үйге? Я, Мединаны да шақырып қоямын. Ол сізбен өте танысқысы келіп жүр. Аха, жақсы. Кездескенше. Ой, сәлем, Дина. Сәлем. Талады есеп үшін? Сол жай. Ой, мен саталып берген киімдерімді киіп алыпсың ғой. Ұнады ма? Я, ұнады. Айтпақшы, мен өткенде ескертіп едім ғой, анам келеді деп. Я ғой, бүгін как раз анам келейін деп жатыр. Сол кешке үй жаққа өтсеңші, кіші дастархан жайып қоямын. Сені анаммен таныстырамын. Жарайды. О, рахмет саған келіскеніңге. Я. Сол жақсы, онда кешке күтемін. Сол өзім алып кетермін, жақсы ма? Жақсы. Я, анаңға ескертіп қой, іздеп қалмасын. Жақсы, кездескенше. Кездескенше. Пока. Пока. Так, онда күшті дүкендерге соғып кекс, анамына тәттілерді алайын. Анамның жақсы көретін пирогын алайын. О, мне барлығын дайындап болдым. Енді Динаны шақырайын. Қызым, қайдасың? Мен келдім. Ой, мам. О, жаным сол, қалайсың? Жақсы өзіңіз? Келіңіз ұстайын. Ой, рахмет. Барлығы жақсы. Мә, қайс? Ой, жаным, күшетіп. Тамақ дайындап қойыпсың ғой. Я, мам, барлығы үшін ғой. Ана, досың қайда? Қазір ол келе жатыр. Сосын не қой? Жаным, Назеркем. Сол досын екеумізді оңаша қалдырсан. Не үшін, мам? Мен сонда отырмаймын ба? Жоқ, енді мен сен досыңмен ақылдасайын, сәлемдесайын. Жоқ, мен енді өзімнің сен досыңмен оңашада қалып ақылдасайын деп едім. Не ақылдасатыны бар, мам? Енді сұрасып, руы қай жақтық екен, ата-анасы бар ма? Мам, ата-анасы не қатысы бар? Мен ол қызбен дос болсам болды ғой. Қызым, білесің біз қандай отбасы екенімізді. Біз әулеттіміз, біз көрікті баймыз. Мам, енді бай деп бөлінбейтін шығармыз. Қойшы сен қыз, Ештен білейм, манағы қызың келсін болды. Онаша сөйлесеміз, сен бар далаға орыстып келшетін есерсін. Жақсы, тез келсін, ал мен осы күйме отыра қойын. Жақсы, мам, келістік. Қазір мен Динаға хабарласайын. Я, тез бол. Алло, Дина. Аха, не болды? Мен анам үйге келді, тез келсенші үй жаққа. Келіп қойын ма уже? Я, қазір мүсе алдына шығам, тез бол. Я, кетім не. Ал, дайынсың ба? Я, дайынмын. Негізі мен анам өте жақсы кісі, бірақ енді түсініспеушілік болса түсінесің ғой. Я. Жүріп кір, сен үйіме кіріп көрмей шығарсың. Вау, әжімі ғой. Я, жүріп кір. Дина, кел, ұялмай отыра бер. Қайс? Вау, әжімі. Вау, осындай мен бірінші рет келіп тұрмай. Сен бұнда тағамдар жеп көргенсің бе? Жоқ. Жақсы, қазір дәмін татып жерсін. Күшті кейбірін өзім пісірдім, кейбірін заказ берем. Мам, келсеңші, енді Дина күтіп қалды ғой. Я, қазір. Сосын Дина не ғой, тек маман екен оңашада қаласыңдар. Құмаш? Я, себебі мамам сенімен жеке сөйлесем дейді. Қарсы болмайсың ғой, Жарайды. Жақсы. Ой, амансың ба? Өзілметсіз бе? Сен бе ана менің қызымның досы? Я. Көзің көрмейме, очки тағып алыпсың ғой. Я. Тамақ көрмегендей. Сонша жегенес. Жақсы. Таныс өтек, есімім Эльмира. Сен есімің кім? Дина. Дина. Ата-анам бар ма? Я. Қай жақта тұрасың? Дәл осы үйдің қасында. Жақын тұрасың ба? Жақсы. Енді көріп тұрғандай, біздің жағдайымыз бар. Мен өзім бизнес-вуменмін. Неше түрлі кәсібім бар. Қызыма да бұйырса кәсіптер ашып бермеппін. Таныстықтарыңға көп болмапты ғой, Қалай танысып жүрсіңдер?
Жақсы. Көп сөйлемейді екенсің, иә? Ата-анаң қай жерде жұмыс жасайды? Анам пол жуады. Немене? Қайда пол жуады? Мектепте. Ана мектепте пол жуа ма? Иә. Әкенше? Жоқ. Әкен жоқ па? Иә. Сендердің үйлерің қандай? Екі этаждық ма, немесе жер үй ма? Жер үй. Өзіңнің бөлмең бар ма? Жоқ. Сендерде өзі ақша бар ма? Жоқ. Бәрін ашып айта салғаның қызық екен. Былайша айтқанда жағдайың жоқ екен, көрініп тұр. Бірақ анандай қымбат киімдерді қайдан алып жүрсің? Маған ана Назерке сыйлады. Киімді ме? Иә. Сендер бірге сонда киім аралауға барғансыңдар ғой, иә? Иә. Назерке. Жақсы. Жақсы. Ренжіме. Мен кетуім керек. Неге? Сол, сенде ішіп болсаң бар, үйіңе бара ғой, ата-ананы іздеп қалар. Тез бар, тұр, тез. Неге? Неге емес? Қысқасы, саған айтарым, енді Назерке жолаушы болмақ, ұқтың ба? Неге? Айналайын, сенің қалдарында көк тиының жоқ, ата-ананың анау не? Пол жуып жүр. Қысқасы, біз тек байлармен ғана араласамыз. Біз сен сияқты сөпірлермен араласпаймыз. Енді келуші болма Назерке, ұқтың ба? Назеркеде сендей дос жоқ. Кет бар үйден, тез. Тез кет. Әде пайдаланып жүрген болып тұр ғой менің Назеркемді, а? Осындайлар ғой менің қызымды құртатын. Ақшасын алып кетейін деп тұр ғой, көрсетсем мен бұларға. Енді мен ешқандай дос болмаймын, ешқандай да бармаймын. Дина мынау. Дина, не істеп тұрсың сен? Мен емдедің ғой. Немесе үйге кетіп қалдың ба? Неге жылап тұрсың? Келші мұнда. Не болды? Сенде барлығы дұрыс па? Неге жылап тұрсың? Мамам барысқан? Жоқ. Енді кім? Кетші бар, мен сенімен дос болмаймын. Жынысыма түсіндірсеңші, Дина, тоқташ. Дина. Не болды? Шықшы сөйлесейік. Не болды? Түсіндірші маған. Кім? Менің мамам ба саған ұрысқан? Иә. Не деді? Кетпе, үйден шық деді. Кешірші, Дина. Мен қазір анаммен сөйлесемін. Сен уайымдама қазір. Не болып қалды екен, а? Осындай еді. Анамда бір жұмсақ мінезін көрсете қоймады ғой. Мам, сіздің есіңіз дұрыс па? Неге Динаға ұрсасыз? Жоқ, сізге ұрсуға кім рұқсат берді, а? Қызым, сен не деп тұрсың? Мен оған не деппін? Өтірік білмегенде болмаңызшы. Неге Дина үйіне жылап бару керек, а? Не дедіңіз оған? Енді білесің ғой, мен көрдім Динаның қандай қыз екенін. Ол сен ақшаңды пайдаланып жүр, оның үстіне оның ақшасы жоқ. Жоқ, мам, қалай түсінбейсіз? Дина ешқандай жағдайы жоқ емес, оның жағдайы бар. Ол өте ақылды, күшті қыз. Ол мен ақшаны пайдаланып жүрген жоқ. Бірақ түсінемін, менің ойымдағыңызға көп рахмет. Мен адам тани алатын шығармын. Дина ондай қыз емес, ол өте ақылды қыз. Мен онымен қалай да дос боламын, мені ажырата алмайсыз. Қой деймін мен саған, ол сен ақшаны пайдаланып жүр деймін. Біліп тұрмын ғой, өтірік. Жағдайым жоқ ана мынау дейді де, ақшаны барлығын тартып алып кетейін деп тұр ғой өзі басқа шетелге қыдыруға. Мен біліп тұрмын ондай қыздарды. Болды, осымен әңгіме тоқтасын. Маған енді келуші болмаңыз. Жоқ, қызым, мені тоқташ. Мен саған түсіндірейінші. Ой, енді Динаны қалай өзіме қаратып алар екен, мам? Қалай көңілін қайтарсам болады?